Астанада көшпенділер ойынын жарнамасы әр жерде ілулі. Соның үлкен қатесі бар. Қатесі мынандай да, садақ тартуының жарнамасында садақшы былай тартады. Адырнан былай тартады да, бүйтіп ағылшындар тартушы еді. Соның үшін Виктория деген белгі осыдан шықты. Ал түрік, моңғол халықтар олар ат үстінде тартқаннан кейін олар бармақпен адырнаны кіріс, кейбіреулер кіріс дейді, кейбіреулер адырна дейді, бармақпен тартқан ғой, мынау қолмен, саусақтармен оқты қысқан. Сонда былай тартушы еді. Ол өте маңызды нәрсе, өйткені мынау европалықтың әдісі, мынау бармақпен тарту, ол түрік халықтарының, моңғол халықтарының әдісі. Ол мынау моңғолдарда аңыз миф бар. Ерхи-мерген туралы бір көнеде болған керемет садақшы, артық күндерді аспаннан атқан, сосын оны жаратқан, суырға айналдырған. Сонда Ерхи-мерген аты Ерхи бармақ деген мағына береді. Сондай нәрселерді оқығанда бұрын кітаптарын неге бармақ десем, осы екен. Өйткені біздің садақшыларымыз үшін бармақтың күші ең басты нәрсе. Мен өзім садақ тартуға қатысқанда, сондай бір үйірмеге, сол жерде бір рет маған мен үшін тым ауыр садақ бергенде, соны тартамын деп, мен бармағым шығып кетті да, өзі буыннан. Сондай нәрселер. Ал біздің жарнама осындай ұлттық көшпенділер ойындар болғаннан кейін жарнамасында осындай нәрселер дәл болу керек деп санаймын. Сіз қалай ойлайсыз?